Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін қазы айналдыруды, қазыны дайындауды көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қабырғаның айналасындағы майлы еттерді, майларын бөлек осылай ұзынша етіп кесіп дайындап аласыздар. Содан кейін маринадын дайындауға кірісеміз. Маринад үшін чеснок, зира және тұз қажет болады. Әр отбасы өзінің қалауына қарай маринадты көбірек жасауы мүмкін, яғни чеснокты пен зираны көптен салу мүмкін. Мен осылай көп дайындамадым, аз ғана, осылай бізге ұнайды. Содан кейін маринадты жақсылап осылай етке жағып аламыз. Кейбір келіншектер қазыны дайындаған кезде маринадын бір күнге қалдыруы мүмкін. Мен олай қалдырмадым, қазір сразу шекке салатын боламын. Өз қалауыңызға қарай қара бұрыш салсаңыз да болады. Содан кейін жылқының ішектерін алдын ала жуып дайындап қойған болуымыз керек. Ешқандай нәжісі, иісі қалмайтындай етіп ыстық сумен жуып алыңыздар. Сосын тісі құйтын осындай таяқшамен шетін бекітіп жауып аламыз, жіппен байлап аламыз. Қазір біз етті шекке салған кезде бір шетінен шығып кетпеу керек. Жіппен байлаған кезде осындай қалыңдау жіппен байлағандарыңыз дұрыс болады. Енді дайындап қойған маринадталған еттерімізді шекке біртіндеп салып бастаймыз. Бір ет, бір май қылып салсаңыздар өте дәмді қазы болады. Немесе ет пен майды бірге бір қатарластырып салып жіберсеңіздер де болады. Ет пен майды қатарластыра салған жоқпын, бірінен кейін бірін салып отырдым. Негізі ішек ұзын бір тұтас болады. Сол ішекті 2 немесе 3 немесе 4 бөліктерге бөліп, өз қалауыңызша ұзындықтарын, үлкендіктерін өлшеп алсаңыздар болады. Мен осындай 3 бөлікке бөліп дайындадым. Қазыны жақсылап ішінен ығыздап салып болғаннан кейін, екінші шетінде жаңағы тіс шұқитын таяқшамен жауып, бекітіп, жіппен тақта екінші ұшын байлап жауып аламыз. Біздің қазыларымыз дайын. Жаңағы айтқандай мен 3 бөлікке бөлдім ішекті. Сіздер өз қалауларыңызға қарай кіші немесе үлкен етіп дайындап алсаңыздар болады.